Түркістан облысындағы Келес ауданы негізінен шөлейтті аймақта орналасқан. Бірақ бұл жағдай Райыс Тастановқа балық өсіруге кедергі болған жоқ. Жасанды тоғандарға 1 миллион шабақ салған Ақтөбе ауылының тұрғыны өткен жылы 85 тонна балық сатқан. Ауылдағы балық шаруашылығының ерекшелігі неде? Толығырақ тілші баяндап берсін. Райыс Тастанов балық шаруашылығымен 2017 жылдан бері айналысады. Келес өзенінің ескорында 17 жасанды көлді жалға алған азамат, оның 8-інде балық, қалған 9-ында шабақ өсіреді. Мұнда сазан, ақамур, тұқы және дөңмаңдай түрлері тез көбейген. Қазір мемлекеттен балық шаруашылығына берілетін қолдау көп. Мәселен, шабақ сатып алсаңыз, оның тең жартысын үкімет төлейді. Балық жемінің 30%-ын субсидиялайды. Одан бөлек балықты терең өңдейтін зауыт ашсаңыз, оның да 25%-ын өтейді. Алайда кәсіпкердің де өз ұсыныс тілектері бар. Бізде енді 5,5 гектар суармалы жер бар. Соған 2022 жылы 130 тонна мен жүгері егіп алдым. Соны өзім қолдан жасап, балықтарға жем бердім. Ал енді сол өзіміз жасаған жемге біз субсидия аламаймыз. Себебі субсидиялау ережесінде ондай қағида жоқ. Тек қана сатып алған жемнің договоры мен шот фактурасын көрсет, соған береміз дейді. Осы жағын қарастырса дейміз. Райыс Тастановтың балық өңдейтін шағын цех ашқанына 1 жыл болды. Мұнда тәулігіне 1 тонна балық тастап, дайын өнімді ішкі нарыққа шығарып жатыр. Мұндай кәсіпті көбейту үшін шаруашылық иелері қолдан қазылған көлдердің санын арттыру керек дейді. Ал жауаптылар жалпы облыс көлемінде балық шаруашылығын дамытуға қолдау көрсететінін айтты. Айтып өтейін, ауыл ел аманаты жобасы жүзеге асырылайын деп тұр алдағы уақытта. Жобаның мақсаты үй іргелік жерлерде шағын болса да әйтеуір осындай балық өсірумен айналысатын болса, жылдық үстемесімен 2,5%-дан кредит қарастырылды. Оның 1,5 жылдық каникулы бар. Сол бағдарламаны аудан тұрғындарының арасында кеңінен насихаттау жұмыстары қазіргі таңда жүргізілуде. Бүгінде Келес ауданында 9 кәсіпкер шабақ өсіріп жатыр. Олар жылына 2000 тонна балық сатады. Кәсіпкерлер биыл шаруашылық ауқымын 2 есе арттыруды межелеп отыр. Балым Әлжер, Қыдыр Өтеш, Түркістан 24.